Сәлем достар, бүгін біз дастарханның сәнін ашатын өте дәмді, жүп-жұмсақ шпажкідегі самса немесе шашлик самса деп аталатын самсаны дайындаймыз. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазып, тіркелуді ұмытпайық достар. Рецепттің құрамы описанияда жазылған. Барлық ингредиенттерді міндетті түрде таразымен өлшеп алыңыз. Бірінші ұнымызды електен өткізіп, тоңазытқыштан шыққан салқын сары майымызды теркіден өткіземіз. Майымыз міндетті түрде тоңазытқыштан шыққан салқын болуы керек. Теркіден өткен майымызды ұнмен бірге әбден араластырамыз. Ұн мен май араласқан массамызға жарты қасықтай тұз саламыз. Бір жұмыртқаның сарысын салып, бір жұмыртқамызды түгел саламыз. Қаймағымызды саламыз. Бәрін араластырып қолымызбен қамыр жасаймыз. Қамырымызды салафанға салып, тоңазытқышқа 1 сағатқа демалтамыз. Енді салмасын жасаймыз. Мен ең бірінші биязымды турап, үстіне тұзымды, бұрышымызды, паприканы салып, әбден қолыммен араластырамын. Оның үстіне фаршымызды саламыз. Фаршымызды салып, әбден араластырып аламыз. Салмамыз дайын. Енді қамырына кірісеміз. Қамырын қолымызбен осылай иілеп, иіні қанғаннан кейін қамырымызды жаямыз. Қамырымызды арасы жабысып қалмас үшін ұн себе отырып жаямыз. Жайылғанда өте тез жайылады. Енді жайылған қамырымызды дөңгелек формамен бөліп кесіп аламыз. Қалыңдығы жұқа да немесе қалың да істеуге болады. Дөңгелек формалармен бөліп алғаннан кейін осылай етімізді салып, осылай жабамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай жабамыз. Домалақтап жасалынған самсаларымызды шпажкіге орналастырамыз. 3 штуктан орналастырамыз. Барлық самсаларды шпажкаларға орналастырып, противенға пергамент төсеп орналастырамыз самсаларымызды. Бір жұмыртқаның сарысына 1 шай қасық сүтімізді құйып араластырамыз. Барлық самсаларға щетканың көмегімен жағып шығамыз. Ол бізге самсамыздың қызыл болып, әдемі болып пісуіне көмектеседі. Әбден бәріне жағып алғаннан кейін үстіне қара күнжіт немесе ақ күнжіт себеміз. Пешімізді алдын ала 180 градусқа қыздырып қоямыз. Міндетті түрде не пісірсеңіздер де пешіңізді алдын ала қыздырып қою керек. Міне, осылай дайын тұрған самсамызды пешке саламыз.
Қызып тұрған духовкада 35-40 минут пісіреміз. Міне біздің самсамыз, шашлык самсамыз немесе шпажкадағы самсамыз дайын. Міндетті түрде пісіріп қараңыздар. Қонақ келгенде дастарханыңыздың сәнін келтіріп, әп-әдемі болады. Өте дәмді және жүп-жұмсақ болып келеді. Қонақтарыңыз риза болып кетеді, жанұяңыз риза болады. Дәмі тәп-тәтті, дәмді болып келеді. Видео ұнаса соңына дейін қарап, лайк басып тіркеліп кетіңіз.